Қайырлы күн, біздің жаңа бала ойыншықтарының көрермендері. Бүгін сіздерге бізге жаңадан шығып жатқан менің алғашқы кітапшам деген ойыншықты, яғни кітапшаны таныстыратын боламыз. Қарасаңыздар, менің алғашқы кітапшам қорабында не жүреді? Қорапты ашайық. Ең бірінші бізде менің алғашқы кітапшам, яғни өзі, кітапшаның өзі. Одан кейін бізде арнайы липочкалар, яғни бұл жапсырғыштар. Кейін 8 түрлі маркер. Одан кейін әр түрлі осындай жапсыратын жапсырғыштар жүретін болады. Енді әр қайсына жеке-жеке тоқталайық. Қарасаңыздар, бірінші кітапша. Біздің кітапшамыз 30 түрлі тақырыптан қамтылған. Ең бірінші бетінде не бар? Қарайық. Бұл кітапшаны не үшін пайдаланасыздар? Сол сұраққа да жауап берейік. Өздеріңіздің, кішкентай балдарыңыздың алғашқы кітабы болады. Яғни кітапшаны пайдалану арқылы сіздердің кішкентай бөбектеріңіз, кішкентай балдарыңыз өзінің алғашқы кітабын өз қолдарымен жасайды. Яғни балаңыз кішкентай кезінен бастап креативті ойлай алатын, шығармашыл бала болғанын қаласаңыз, осы кітапша сіздерге көмектеседі. Ең бірінші бетінде балаңыз өзінің атын жазады. Бұл кітапшаны қай жаста пайдаланып жатыр? Жасын жазады, сонымен қоса фотосуретін қояды. Сол арқылы өзіне бұл естелік болып та қалады. Енді ең бірінші бетінде не бар? Бірінші бетінде бізде әріптер. Ең бірінші осындай әртүрлі жапсырғыштардың ішінен бізге өзімізге керегін алып аламыз. Біріншісі бізде әріптер. Яғни өздеріңізге керекті әріпті осы жерден аласыздар. Алдық. Және де бұны осы липочка, яғни жапсырғыштар арқылы жапсыратын боламыз. Бұл жерде бізде липочкалар екі түрлі болып жүреді. Яғни біреуін кітапшаға жапсырсаңыздар, екіншісін әріптерге жапсырасыздар. Мысалы, осылай біреуін аламыз. Оны осылай әріптерге жапсырамыз. Міне жапсырдық. Енді екінші түрін аламыз. Ол екінші түрін біз осы кітапқа жапсыратын боламыз. Жапсыратын боласыздар. Мысалы, қараңыздар. Бір санын осылай жапсырамыз. Келесі бетінде бізде қандай тақырып бар? Бұл жерде сандарды жаз. Яғни балаңыз осы кітапшаны алып отырып, біріншіден өзі жапсырып, сандарды, әріптерді жинайтын болады. Одан да бөлек көркем жазып үйренеді. Бұл жерде қалай дұрыс жазу керек екенінің үлгісі де көрсетілген. Яғни арнайы бағдаршалар арқылы балаңызға жазуға үйрететін болады. Мысалы, қараңыздар, осылай өз арнайы стрелкалар берілген, соны балаңыз басу арқылы өзі жазып үйренетін болады. Бұл бізде сандар. Келесі бетінде бізде сызықтарды осылай сызып үйренсе болады. Және пішіндерді де балаңыз кішкентай кезінен бастап осылай өзі жасап үйрене алады. Арнайы осы жерден бізде түрлі пішіндерді таңдап алып, өзі жапсырып көреді. Мысалы, қараңыздар, шеңбер, эллипс. Негізінді эллипс деген сияқты пішіндерді үлкен жоғары сыныптарда үйретеді ғой. Сіздің 4-5 жастағы балаңыз осыны кішкентай кезінен ақ біліп өсетін болады. Келесі бетінде бізде сиқырлы айна, ауа райы, яғни барлық кітапшадағы дүниелерді өзіңіздің балаңыз жапсырып, өзі жинақтайтын болады. Бұл жерде ауа райы, келесі айырмашылықты тап дегенде бар. Мысалы, осы жерде өзіміз айырмашылықтарды тауып көрейік. Қараңыздар, ең біріншісі бізде осындай
инелік мына жерде бар, мысалы мына жерде жоқ деген сияқты. Тағы да қандай айырмашылық болуы мүмкін? Мына жұлдыз құрт или жылан. Мына жерде бар, мына жерде жоқ. Осылай өздеріңіздің балдарыңыз 5 түрлі айырмашылықты табатын болады. Кейін өзі өшіріп тастап, көп рет қолданса да болады. Келесі бетінде бізде маусым, яғни жыл мезгілдері, мысалы қыс, жаз деген сияқты тақырыптар қамтылған. Бұл кітапшада өзі жинақтағаннан да бөлек түрлі тапсырмалар да қамтылған. Мысалға, мамандықтарды сәйкестендір деген. Бұл жерде, мысалы, дәрігер мамандығына қандай құрал керек деген сияқты сұрақ қойылып тұр. Соны балаңыз осы маркер арқылы өзі сәйкестендіретін болады. Мысалға, дәрігерге қандай құрал керек болады, өрт сөндірушінің көлігі қандай деген сияқты. Осылай балаңыз өзі сәйкестендіріп тапсырмаларды орындайтын болады. Және бұл кітапшаның тағы да бір ерекшелігі қазақы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге тырысқан. Себебі мына киім үлгілерінің өзі қазақша үлгіде жасалынған. Яғни мысалы қыздардың, ұлдардың үстіне киілетін киімдерін біз қазақы оюлармен жасауға тырыстық. Балаңыз осы жапсырғыштардың ішінен киімдерді іздейтін болады. Мына қарасаңыздар, мына жерде осылай көйлекті аласыздар. Сол көйлекті осы липочкалар арқылы жапсыратын боламыз. Тура жаңа әріпті жапсырғандай, бір липочканы көйлекке жапсырсаңыздар, екіншісін кітапқа жапсырасыздар. Мына жерде қай жерге липочканы жапсыру керек екені де көрсетілген. Осылай көйлекті қыздарға киіндіресіздер. Осылай көйлектер, келесі бетінде сызықтарды сыз деген тақырыптар қамтылған. Кейінгісі дәмді тағамдар. Жаңа айтқандай 30 түрлі тақырып бар. Осы сол тақырыптарды балаңыз өзі сәйкестендіреді, бояйды, сызады. Келесі бетіне кел бояйық, пазлдар бар. Және де сурет салудың да жолдарын көрсеткен. Яғни бір суретті толық салып шығу үшін керекті әрекеттердің барлығын егжей-тегжейлі көрсетіп қойған. Келесі бетінде бізде жемістер мен көкөністер, мені таба аласың ба деген, көліктер, зообақ, кел санайық, мектеп сөмкеңде не бар деген, және де тағы да 9 айырмашылықты табатын осындай суреттер де берілген. Бізде киіз үй, одан кейін тоңазытқышта не бар, яғни тағамдардың түрлерін үйрене алады. Одан кейін уақытты айтып үйренеді, мысалы таңертең тұру, тамақтану. Осы уақыттар қай уақыттарға сәйкес келеді, соны балаңыз осы қағаздардан, яғни жапсырғыштардан тауып өзі жапсыратын болады. Яғни менің алғашқы кітабым деген баланың шығармашылығын арттыруға, өзінің креативті идеяларын жетілдіруге арналған. Осы бір кітапшаның көмегімен балаңыз әр түрлі тақырыптарды бір уақытта үйреніп шығатын болады.